Біріншіден, ер адам шешім қабылдаушы болу керек. Өйткені мынандай бір ұлы қағида бар: кім бұйырады, сол жауапкершілік алады деген. Бір адам бүгіннен бастап мынаны тоқтатыңдар да былай жасаңдар деді. Жасаушылар жауапкершілік алмайды. Бұйырған адам алады жауапкершілікті. Сондықтан еркек әрдайым бұйырушы ма, ендеше жауапкершілікті алу керек. Жаңа Құранда ар-риджалу қауамуна аля ниса дегендегі еркектер әйелдерге қарағанда бір саты жоғары деп атқаны, ол жаңағы күштілігін тағы басқалығын айтып тұрған жоқ, жауапкершіліктегі жағын айтып тұр. Сен қамқор болу керексің, сен қорғау керексің. Осы жерде өте маңызды. Екіншіден, әділ болу керек. Бұл Алланың талабы, әділдік. Сендер өздеріңе ұнаған әйелдерден 2 алыңдар, 3 алыңдар, 4 алыңдар деп келетін аят бар ғой. Осы аяттарда әділдіктен қорықсаңдар, біреумен қалғандарың абзал. Егер әділдікті сақтай алмасаңдар араларында деген секілді. Әділдік деген сөз не деген сөз? Сен қалай айтып жүрсің, сондайсың деген ғой. Сен сыртта керемет әңгіме айтуда басқасында, үйде басқа болатын болсаң, оны әйелің көріп отырған, ол сен құрметтеуге болмай хақысы бар. Ендеше соған қарай реттел, соған қарай дұрыстал, өзгеруге тырыс. Өзгеру, адам қай уақытта қателік сезінеді, сол кезде ғана өзгереді. Қателігімізді ақтай беретін болсақ, онда ешқашан өзгере алмаймыз. Сол арду-дырду заман өмір отбасында солай бір-бірімізге шыдап өтуге тура келеді. Одан кейін ер адам бос болу керек меніңше. Бұны әйел адамды түсіну керек. Ер адам бос болу керек дегені санасында бос, стратегиялық ойлай алу керек. Кейде әйел адамдар ойлайды, мен күйеуіме қайта-қайта айта берсем, ол жақсы табыс табады деп. Жоқ, олай емес. Сен айта беруменен шектеп тастайсың оны. Ер адам қай кезде стратегически ойлай алады, сол кезде ол табыс табады. Ол продукт тасумен айналысады, ананы ценасы қымбаттап кеткен, ананы алып келем, мына жерде мынаны алып келем деген сияқты бытовой мәселелермен айналысып жүрген еркек болатын болса, ол қымбаттап кетті деген әңгіме айтады. Еркек олай болмау керек. Еркек стратегиялық ойлау керек. Адымдарды қарау керек. Рисктерді есептеу керек. Конкурентный анализ жасау керек. УТП дейді ғой, уникальный торговый предложение зерттеу керек. Басқа адамдарда жоқ ұсыныстарды қалай бере аламын деген секілді. Сол себептен шамалы ер адамның басында кішкене ми айналып тұру үшін бостық орын керек. Бостық орын келсе, ми айналса, ол сәтті қызмет жасай алады. Сәтті табыс табады, сәтті орын ала алады. Одан кейін, меніңше, ер адам, әйел адам зерттеу керек. Жалпы әйел және оның болмысы. Егер ол әйелмен бірге тұрам деген мұраты болатын болса, және ол жерде бақытты өмір сүрем дейтін болса, онда әйел адамның ойлау жүйесін білу керек, әйел адамның физиологиясын зерттеу керек, әйел адам анатомиясын зерттеу керек. Өйткені маңызды бұл. Өте көп қателік жібердік осы жолда, мен өз басыма да қатысты айтам. Өте үлкен қателіктер. Бұл тақырыптар қызық болған жоқ бізге, біз бұны қараған жоқпыз. Осыған байланысты балаларымыздың денсаулығында кейбір проблемалары бола бастады. Яғни біз әйел адамның физиологиясын, анатомиясын зерттемеудің кесірінен. Мен айтатын едім үйленетін жігіттерге, міндетті түрде чекап жасаңдар. Алғашқы босанатын кезде бірге болыңдар.